Қайырлы күн. Әлемдік пандемияға байланысты қазіргі елімізде қалыптасқан жағдай бойынша біз қашықтықтан білім алудамыз. Ағымдағы оқу жылының алғашқы семестрінде мамандандыру практикумы музыка бағыты бойынша біз білімімізді шыңдадық. Түрлі балалар әндерін үйрендік, оларды аспаптармен қоса ойнауды үйрендік. Сонымен қатар балаларға дыбыс қою және де дыбыс жаттығуларын орындау, хор тәрбиесі және де түрлі музыкалық терминдермен таныстық. Оқу барысында көптеген жаңа ақпараттарды алдық. Біздің студенттер одан әрмен музыкадан алған білімдерін шыңдайды деген үміттемін. Ендеше, мамандандыру практикумы музыка бағыты бойынша біздің студенттердің алған білімдерін және де үйренген балалар әндерін орындауына көңіл. Балалар ойнайық, мерекені тойлайық, аспаптардың атауын таныстырып қояйық. Бастап келіп домбыра, бір құлақ үлкен бұра, біле білсең ағайын, нағыз қазақ домбыра. Бабамыздың көзіндей қара домбыра, данамыздың сөзіндей қара домбыра, асқақтатып рухымды ағыл домбыра. Әр қазақтың төрінен табыл домбыра. Әлди балашым, әлдилейді анашым, бесігіңе жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Судан шықпас жаздайын қаңқылдаған қаздарым, қаздарым, мойындарын білемін мойынындай түйенің. Қарлығаш, құйрығың сенің айыр, тілейсің атамға жақсылық пенен қайыр. Сонымен қоса, мамандандыру практикумы музыка бағыты бойынша біз түрлі жобаларды құрастырдық. Олардың ішінде маңызды жобалар қатарына енген ол нота жазуға арналған тренажер және де балалар әндерінің минусы мен плюсы жинақталған қосымша. Осы екі қосымшаны болашақта дамытып, халыққа шығарамыз деген үмітіміз бар. Ендеше, мамандандыру практикумы музыка бағыты бойынша алған білімімді мен де сіздерге көрсетейін. Менің орындауымдағы әсем әнді қабыл алыңыздар. Қас балам, қадам бассаң мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Қазбаса ғой қарағым, құтты болсын қадамың, өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Қазбаса ғой қарағым, құтты болсын қадамың, өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Қолыңызды әрдайым жуып, бетперде тағып жүруді ұмытпаңыздар, және де соған қоса антисептик қолдануды да ұмытпаңыздар. Аурудан аулақ болыңыздар.